Соңғы 5 жылда жергілікті тарихи-өлкетану мұражайында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған шексіз мұражай жобасы жұмыс істейді. Осы уақыт ішінде мұражай қызметкерлері көру қабілеті нашар, балалар мен есту қабілеті нашар балғындар үшін әртүрлі іс-шаралар өткізіп келеді. Ұйымдастырылған шаралардың ерекшелігі бүлдіршіндер мұражай экспонаттарын өз қолдарымен ұстап көре алады. В течение нескольких лет нашим музеем проводится. Соңғы бірнеше жылда біздің мұражайда ерекше жоба жұмыс істейді. Бұл жоба мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Олар осы жоба аясында мұражай экспонаттарын еркін тамашалай алады. Былтырдан бері мұндай шараларға ерекше қажеттіліктері бар балалар шақыртылып жүр. Шараға денсаулығы сыр беретін 20-ға жуық балалар қатысты. Бұл күні мұражайдағы қала тарихына қатысты барлық экспонат олар үшін қолжетімді. Қалағандарынша ұстап көріп, тамашалай алады. Сегодня они смогут. Бүгін олар экспонаттардың көмегімен қала тарихымен таныса алады. Көрмеге қойылған 300-ге тарта экспонатты еркін ұстап көріп, өздері қызықтырған сұрақтарға жауап ала алады. Сондай-ақ ойын ретінде ұйымдастырылған қала құрылысына қатысып, өздерін бір сәт құрылысшы ретінде сезіну мүмкіндігі де бар. Іс-шараның қатысушылары сонау қоянды жәрмеңкесінде сатуда болған тауарларды ұстап көре алды. Өз қолдарымен қамшы өріп, өздерін Самарқанд ауылындағы өндірістік нысандардың құрылысшыларының орнында елестету мүмкіндігіне де ие болды. Называется кирка, аккуратненько. Такой специальный инструмент. Мұражай қызметкерлері шексіз мұражай жобасының ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін маңызы зор екенін айтады. Себебі осындай жобаларда олар өздерін еркін сезініп, қала тарихымен таныса алады.